Сәлем достар, бүгінгі видеомызда тез арықтау үшін не істеу керектігін айтатын боламын. Ол үшін видеомыз басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастайық. Тез арықтау үшін ашқарың күйде ұйықтау керек. Тез арықтауға не көмектеседі? Белсенді қозғалыс па, диета ма? Диетологтар мен фитнес жаттықтырушылар күнделікті ішіп жеген тағам калориясын энергиямен шығарып тастаса, артық май жиналмайды дегенді алға тартады. Егер калория энергиядан көп болса, арықтауға қол жеткізу қиын. Ал қажетсіз калориядан құтылуға мына 5 нәрсе жақсы көмектеседі екен. Бірінші, төсекке ашқарың күйде жеңіл көрпе жамылып жатыңыз. Сіз үнемі жылы бөлмеде ұйықтасаңыз да қалың көрпе жамылып жатасыз ба? Оның үстіне қарынды барынша тойдырып төсекке жататын болсаңыз, салмағыңызға салмақ қосыла береді. Керісінше ашқарынмен жеңіл көрпе немесе жұқалау жамылғы жамылатын болсаңыз, 7-8 сағатта біраз калорияны жоюға болады. Соншалықты көп калория жойылмаса да күні бойы қабылдаған тағам құнарының біразынан арыласыз. Әр күн сайын үйді тазалаңыз. Калория жоғалтуға көмектесетін бұл әдістің пайдасы. Мысалы, үйіңіз әрқашан таза болады. Көп энергия шығарасыз. Көңіл күйіңіз көтеріліп, психикалық жағдайыңыз жақсарады. Көбірек жаяу жүріңіз. Жаяу жүруге мүмкіндік бола қалса, 2 аяғыңыз сау болса, көп қадам жасауға тырысыңыз. Мысалы, дүкенге немесе базарға барарда 2-3 аялдама жаяу жүріңіз. Жұмысқа бара жатқан жолда автобустан немесе көлікпен 1-2 аялдамада бұрын түсіп қалып, межелі жеріңізге дейін жүріп барыңыз. Егер 1 километр жаяу жүретін болсаңыз, 1300-1500 қадам жүрдім деп есептей беріңіз. Ал 1500 қадам 60-70 калды құрайды. Осылайша сіз аз-аздан керексіз калорияда жояды. Өз-өзіңізге массаж жасаңыз. Массажды біреуге жасатпайсыз, өзіңізге жасайсыз. Сонда ғана артық майдан арылып, көп энергия жоғалтатын боласыз. Өз-өзіңізге массаждың кез келген түрін жасай беріңіз. Ең бастысы шапшаң қимылдап массаж жасай алатын болсаңыз болғаны. Массаж арқылы калорияны шығарып, терінің жағдайын жақсартуға болады.